Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мраморлы кекстің рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепт бойынша кексіміз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: сүт, жұмыртқа, жұмсақ бөлме температурасында сары май, ұн және қамыр қопсытқыш, қант және какао ұнтағы қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды салып, миксермен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осылай араластырып алдық. Енді қантымызды қосамыз. Тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Сосын миксерімізді тоқтатпай, жұмыртқамызды аз-аздан қосып отырып араластырып аламыз. Сосын бөлме температурасындағы сүтімізді қосамыз. Менде жұмыртқада бөлме температурасындағы, егерде тоңазытқышта болса, алдын ала 1 сағатқа шығарып қойсаңыздар болады. Енді електен ұнымызды өткізіп қосамыз. Осылай қасықпен араластырып аламыз. Шашырап кетпес үшін. Сосын қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Біркелкі болу үшін миксермен араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды екінші ыдысымызға бөліп құйып аламыз. Сосын екінші бөлігіне какао ұнтағын қосып, осылай күрекшемен араластырамыз. Енді дайын қамырымызды, менде осындай силиконды форма, оған ешқандай да май ештеңе жақпаймыз. Бірден қамырымызды кезекпен кезек салып отырамыз.
барлығын салып алдық. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 45-50 минутта пісіріп аламыз. Піскендігін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Дайын піскен пирогымызды толықтай суытамыз. Суыған соң осылай формасынан оңай босатылады. Артық жерлерін алып тастаймыз. Осымен өте дәмді мраморлы кексіміз дайын болды. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.